Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың? Деп сұрайды, мақта қыз айтпайды. Ендеше қатығыңды төгем. Мен құйрығыңды кесіп аламын. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, құйрығымды берші. Менің қатығымды төре. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші. Жарайды, қазір әкелемін. Ағаш, жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең жапырақ беремін. Су? Меніңше таба аламын. Қыздар, маған су беріңіздерші. Бізге сағыз ел береміз. Мақұл, мен сағыз әкелемін. Әй, дүкенші, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа бер. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мысық жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімде бір табақ тары бар. Маған бір уыс тары бер. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Балалар, ертегі қызық болса, маған тіркеліп, достарыңа жібер.